Әлемдегі ең кішкентай мемлекеттердің бірі Монако. Италия мен Франция шекараларының қиылысында орналасқан елдің аумағы 2 шаршы шақырымды құрайды. Көбінесе француз тілінде сөйлейтін халық өте бай тұрады. Монако атақты Формула 1 гонкасы басталатын жер. Тізімді Тынық мұхитының Маржан аралдарында орналасқан Науру мемлекеті жалғайды. Жер көлемі 22 шақырым. Мемлекетінің астанасы жоқ. Халық саны 13 мың адам. Халқының тұрмыс жағдайы нашар. Кішкентай мемлекеттер тізімін Тувалу мемлекеті жалғайды. Халық саны 12 мың адамды құрайтын мемлекет Тынық мұхитында орналасқан. Жалпы ауданы 26 шақырымды құрайтын 9 аралдан құралған. Халықтың тұрмыс жағдайы төмен. Келесі Европадағы алғашқы республика 3 ғасырда негізі қаланған Сан-Марино мемлекеті. Әлемдегі ең бай мемлекеттердің бірі. Не аэропорты, не темір жолы жоқ Лихтенштейн жалпы ауданы 160 шаршы шақырымды құрайтын ең бай, ең кішкентай мемлекет. Мұнда туризм жақсы дамыған. Жер аумағы кішкентай болса да, әлемдегі өте бай қуатты мемлекеттер қатарына кіреді.